барлығымыз білеміз, енді мынау жемқор 30 жыл бойы жемқорлыққа батқан мынау Назарбаевтың жүйесі кезінде ауыл шаруашылық мақсатына жерлер, елді мекен жерлері, мына су қорына, орман қорына кіріп кеткен жерлерді енді оңды солды бере берген жеке меншікке. Бірақ та таулардың астындағы таулармен бірге жерлердің жеке меншікке өтіп кеткен кім естіді? Міне осындай жағдайға келіп отырмыз. Қазір Алматының мынау АИЗ-ГЗК базасы бойынша Алматының тау бөктері мен таулардың бір талайы жеке меншікке өтіп кеткен. Нақтылап айтқанда, АИЗ-ГЗК базасы бойынша Алматы қаласының Бостандық ауданының Іле-Алатау ұлттық саябағы мен шекаралас Ерменсай ықшам ауданының тау бөктерінде орналасқан. Нақтылап айтқанда 20-313-061-159, 061-162, 061-169, 061-157, 061-166, 061-158, 060-156, 061-163, 061-165, 061-170, 061-180, 060-160 сияқты 18 жер кадастрлық нөмірлер бар жерлер, оның үстінде таулар бар. Кәдімгідей жануарлар мен өсімдіктер мекендейтін Іле-Алатаудың таулары жеке меншікке өтіп кеткен. Ең сорақысы, осы аталған жерлердің бір ғана иесі бар. Ол иесін АИЗ-ГЗК базасы бойынша ешкім ашпайды. Не үшін біз АИЗ-ГЗК базасын ашайық, және жердің нақты иесін ашайық деп нақты қоғамның алдында. Мынау активтерді қайтару туралы заң жоба аясында да айттық. Мынау жайылымдар туралы заң жоба аясында да отырғызып жатырмыз. Себебі осындай мәселеде жемқорлықпен күрес кезінде әрбір жердің артындағы иесін нақты білуіміз керекпіз. Міне, сол жердің иесі таулардың артындағы таулар жеке меншік құқығына берілгеннен кейін жердің иесін біз білмей тұрмыз. Бірақ та осы 18 кадастрлық нөмір бойынша жерлер жеке меншікке беріліп кеткен бір иеге. Ол жердің жалпы көлемі 1000 шаршы метр. 1000 шаршы метр жеке меншікте. Жалпы 18 жер учаскесінің аумағы 14 километр құрайды. Басқаша айтқанда, Алматы қаласының Бостандық ауданының жалпы көлемі жер көлемінің 5/1 бөлігін қалыптастырады. Бостандық ауданның 5/1 бөлігі жеке меншікте, соның ішінде таулар. Аталған барлық жерлердің жерге байланысты құқығы 2016 жылы қаңтарда, яғни жеке меншік құқығы сол уақытта Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің тұсында пайда болған. Бірақ та одан бұрын аталған жерлер бастапқы бағбандық үшін Алматы облысының Қарасай ауданынан өтіп кеткен. Барлық жеке меншікке өткен жерлердің нысаналы мақсаты ауыл шаруашылық тауарлы өндіріс жүргізу болып табылады. Ең қауіптісі, құрметті әріптестер, және осы депутаттық сауалды оқитын бас прокурор мен Скляр мырза, ең қауіптісі, сол Алматы қаласы таудың бөктеріндегі жерлердің жартысы бөлініп, қазір сатылып жатыр. Нақты айтқанда, сол таудың бөктеріндегі 38 гектар жер, 600 жер учаскесіне Алматы қаласының жер қатынастары басқармасының бұйрығы бойынша 2022 жылы 600 жер учаскесіне бөлініп тастаған. Енді осы 600 учаскесінде тұрғын үй құрылысының бой алмауына кім кепілдік береді? Ешкім бере алмайды. Біртіндеп жеке меншік құқыққа берілген 1000 гектардың біртіндеп нысанал мақсатын ауыстырып, бөліп құрылыс жүргізбейтіне кім кепілдік береді? Ешкім кепілдік бере алмайды. Мені жер саласындағы сарапшы және Алматыдан мәжіліске сайланған депутат ретінде толғандыратын дүние, осы уақытқа дейін 1000 гектар жер, таумен қамтылған 1000 гектар жерді жер ресурстан басқару комитеті мен Алматы қаласының департаменті не үшін тексермеген? Не үшін тексерісті ашпаған? Осы уақытқа дейін мемлекеттік меншікке не үшін қайтармаған? Не себепті осы уақытқа дейін Алматы қаласы прокуратурасы мен Алматы қаласы әкімдігі аталған жерлерді мемлекеттік меншікке қайтармаған, зерттемеген? Айта кететін жағдай, бұл жағдай қана бір ғана Алматы қаласында ғана емес. Бұл жағдай барлық өңірлерде. Ең сорақысы, ең қиыны бұл жерде. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға сәйкес, Іле-Алатау саябағының маңында 2 километрлік қорғау аймағы көрсетілген. Өкінішке орай, ол 2 километрлік қорғау аймағы белгіленбеген. Депутат Базарбек, микрофон қосыңыз.
жағдайдың сорақысы бұл жағдай Іле Алатау баурайында тау бөктері Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай аудандарында жеке меншік құқығына беріліп кеткен. Мысалы, Ассаға ауылдық округінде мал жаю үшін жеке меншік құқығына таудың бөктеріндегі жерлерде халықты автоматпен қарсы алады. Ал Іле Алатау ұлттық саябағының ішінде КХ Есимов, КХ Болат Назарбаев, КХ Шабдарбаев сияқты жер меншікиелері 2007 жылдан бастап қызмет етуде. Олар қалай жерді ұлттық саябақтың ішінде алған. Ол саябақтың ішінде бұл шаруа қожалықтың орналасқан жерлер таудың бөктері. Сондықтан да біріншіден Алматы қаласы Медеу Бостандық Наурызбай аудандарының шегінде Іле Алатау ұлттық саябағының 2 километрлік шақырымын қорғалатын аймақты міндетті түрде бекітуді ұсынамын. Екіншіден, Іле Алатау ұлттық саябағының Алматы облысы Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай аудандарында жердің нысанал мақсатын, ауыл шаруашылық мақсаттан тұрғын үйге тыйым салу жөнінде және уақытша мораторий енгізу туралы ұсыныс енгіземін. Және соңғысы үшіншіден, Іле Алатау ұлттық саябағының Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай және Алматы қаласы Медеу Бостандық Наурызбай аудандарында жерлерді және қорғалатын, ерекше қорғалатын аймақтарды егжей-тегжей жобаларын өзгертуді доғару керек. Сондықтан да осы депутаттық сауалды жазбаша авторларға Базарбек Бақчан және Ерболат Саурыққа беруді талап етем. Және соңғы сөзім, біз мынау депутаттық тобымыз қазір депутаттық каникулға шығып жатырмыз. Бірақ та мынау үкіметтің төрағасының орынбасары Скляр мырза және бас прокурор Берік Асылов мырза, сіздер енді депутаттар каникулға шығады деп, кәдімгі жайбарқа жүрудің қажеті жоқ. Бұл жерде біз кәдімгі денеге жабысқан кеңес сияқты әрбір депутаттық сауалды жаз уақытында орындағанын талап етеміз. Сондықтан да бізге осы нағыз жұмыс, қайнайтын жұмыс енді ғана басталады.